күнтізбенің беті күн сайын ауысады. Күн сайын дүние қырық құбылады. Біреу қуанады, біреу мұңаяды, біреу сүйінеді, біреу күйінеді. Біреуге бәрі жаңадан басталғандай көрінеді, біреуге бәрі аяқталғандай көрінеді. Бірақ әр күні жаңа таң атады. Жаңа таң, жаңа өмір бастауы. Ал өмір деген тарам-тарам жол дейді. Сол жолда өз сүрлеуін тапқан жанның арманы жоқ дейді. Өмір деген біреуге ұзақ, біреуге қысқа сапар дейді. Сол сапарыңда жақсымен жолдас болу бақытың дейді. Бір параллельный өмір сүрген сияқты болады Бейсекең. Өйткені ол анамды үлгіріп жатыр, мынамды үлгіріп жатыр, қалай үлгіріп жатыр, оған бүкіліне қалай күш қуаты жетіп жатыр, соған қайран қаласың да. Қазақтың көп ауылынан артық кемі жоқ күреңбел топырағы, тоқал тамдар, кеңес кезінде салынған мектеп. Бейсен Құранбектің туған ауылы осы. Мектеп бітірді, Анвазға оқуға барды. Анвазға оқуға барды, оқуға түсе алмай қайтып келді ол. Не? Сізге көмекші. Оқу қайда? Жоқ, оқу бітті деді. Енді жыл барамын ғой деді. Қазақ үйде екеуміз жазып соңға тұрды. Тұр дедім. Тұр. Енді басқа өмір басталды. Мені ат, мені қамшы, әні қой. Ал бар, батыр дедім. Бетіме бір қаратты. Бір өмірі мұна сіздікі мұнандай дұрыс емес деу жоқ. Асы ұнатпаған несі болса, бүйтіп бұрылып қарайтын. Болды. Оны уже білесің ұнатпағанын. Қойға кетті содан қойшының өмірі соғой бірінен бір айнымайды жаңағы. Күнде бір серия көріп жатқан сияқты. Бейсен Құранбектің өмір жолына қарасаң, өзгеден артық кемі жоқ. Оқуға түсе алмай әскерге аттанды. Әскерден келген соң құрылыс техникумына түсті. Бірақ ол оқуды місе тұтпай журналистикаға келді. Әулетінде бар еді, сөз қонған. Бауырларының барлығы тілге шешен, бәрі ғылыммен айналысады. Мынау тақыр жерге түк шықпайды ғой. Құнарлы жерге гені дән көк дейді, өнеді. Сол сияқты Бейсен сол құнарлы жерден өніп шыққан жігіт еді. Бала Бейсенді қырқынан шығар шықпастан әжесі бауырына басты. Әлемнің қай қиырына барса да журналист Бейсен, алып тауым, ақбас шыңым деп әжесіне асықты. Өйткені бала Бейсенді дана Бейсенге, дара Бейсенге айналдырған әжесінің тәлім тәрбиесі болатын. Бұл енді бізге көрсетпейді ғой істемесін. Оның қойында, қалтасында кәдімгі кітап жүреді. Оның қағаз қаламы жүреді екен, оны білмейміз оны. Сол спорт туралы жазады екен, не туралы жазады екен, сол кезде. Бір сыдырғы өмір баянда оқып келе жатқанда кенеттен тоқтайсың. Өйткені сарбаз Бейсен мен студент Бейсен аралығында спортшы Бейсеннің де бейнесі бар еді. Ол айкидоға шындап бас қойды. Бейсен айкидоға 96-97 жылдары келді. Ол кезде журналист емес еді, тіпті мамандықта таңдамаған кезі болады. Бірақ Бейсен сондай шынайдан болды. Шынайлық пен адалдық айкидо шеберіне қойылатын басты талап. Кейін Бейсен танымал болып кетті. Уақытының тығыздығына байланысты ара-тұра келіп жаттығып тұрады. Түсінген адамға айкидо тән ғана емес, жан мен рухты шыңдайтын жекпе-жек өнері. Адамның жауы өзге емес, өзі ғана. Өз қорқынышы, өз енжарлығы, өз жалқаулығы. Айкидо ешкімге зиян келтірмей, алдымен өзіңді тәрбиелеуге үндейтін ілім. Айкидо сөзінің өзі өмірлік энергияңды, үйлесімді пайдалану деген мағына білдіреді. Тәнмен қатар жанды меңгеруді айкидодан үйренсе керек. Бейсен бұл айкидоны өмірде қолдана білді. Бейсекең көре білді, адамды тани білді. Басқа адамның ішкі жан дүниесіне кіріп кетіп,
мен даже телевизорден сөйлесіп жатқан кезде былай қалай, неге былай болды деп жатқан кезінде, мінекей, байқаймыз, мінекей айкидоның шеберлігі, қолдана білуі деп. Прошел школу учидеш. Ол учидеши сатысынан өтті. Бұл дегеніміз айкидомен үнемі айналысу деген сөз. 2012 жылы бізге сенсей келіп, үлкен семинар өткізді. Бейсеннен емтихан алды. Бейсен айкидо ілімін ұмытпаған екен. Сенсей разы болып, оны жоғары бағалады. Қара белдік тағып бірінші данға өткізді. Қара белдікті Бейсен баяғыда алу керек болатын. Оның жетістігіне бәріміз қуандық. Спорт оның кәсіптегі бағытын айқындауға, соның нәтижесіне жетуге, өмір формуласын жасауға көп септігін тигізген сияқты. Өйткені студент кезден бергі өмірі жып-жинақы жазылған, алдын ала дайындалған резюмеге де ұқсайды. Алдымен спорт газеті, кейін Рахат, 31-ші телеарна, Хабар телеарнасы. Журналист Бейсеннің қызмет баспалдағы Астанада жалғасты. Жалпы кез келген арнаның жаңалықтар бөлімі қазанда қайнап тұрған май сияқты. Тәжірибесіз журналистің өзін аз уақытта пісіріп алады. 2005 жылы алғаш рет Хабар телеарнасында ресми түрде президенттік пул құрылып, оның алғашқы қазақ тілді журналисі Бейсен Құранбек болды. Мен Хабарға 22 жасымда келдім. Ол кезде Бейсен Құранбектің аты дүрілдеп тұрған. Біраз елді ауыл-ауылда араладық. Бейсенмен кездесіп сөйлескісі келетін, суретке түсетін кісілер көп болды. Өзде ешкімді жатсынбайтын, қарапайым еді ғой. Оның сабырына таң қалатынмын. Өйткені президенттік пулда жүргендіктен жаңалықта біздің сюжеттеріміз бірінші болып беріледі. Ол кезде кассеталармен жұмыс істейміз. Жүргізуші сюжетіңді хабарлап жатқанда біз кассетаны алып, ау ортадан ұшып келе жататынбыз. Бірақ сол кезде Бейсеннің үлгермей қаламау деп аушыланғанын күйгелектенген көрмеппін. Журналистикадағы қызмет оған өмірлік тәжірибе болды. Осы аралықта Бейсен Құранбектің азаматтық позициясы қалыптасты деп айтуға болады. Тағы да өмір жолына бір зер саласың. Қарақамбасын күйттеген жанның қажетіне жетердің бәрі болыпты онда. Астанада қызметі, отбасы, бала шағасы, беделі. Мәнсап қуам десе, оғанда кедергі жоқ еді. Шенеуніктер болсын, көптеген осы жылдары мемлекеттік қызметке шақырды Бейсенді, мен өзім де жақсы білемін. Бірнеше мекеме басшылығына да, жетекшілікке де сондай жерлерге шақырып жүрді. Олардың қатарында мен де болдым. 3 рет Бейсенге жұмыс туралы ұсыныс жасадым. Осыдан 2 жыл бұрын Қазақстан корпорациясына жетекшілікке тағайындалған кезде алғашқы хабарласқан жігіттердің бірі осы Бейсенге звондап, Бейсеке кел, уақыт келді, енді сен маған 2 рет бас тарттың кезінде, енді жұмыс істейік деп тағы бір айттым. Бірақ Бейсеннің жауабы сол, баяғы қолымда үлкен анам бар, орындалмаған борышым бар, ауылымды тастап кете алмаймын деп. Туған жерін, туған топырағын сүйген азаматтардың эталоны десек болады Бейсенді. Шақырып айттым, Бейсен, менің орынбасарым бұл. Кел, мен сені ұсынам Астанаға барып деп. Маған уақыт беріңіз, мен ойланайын деп айтқан жоқ. Он сразу айтты маған. Аға, не қыласыз? Мен творческий адаммын, мен журналистпін. Түсіндім. Бұл кісі не ұстап тұрды? Ол қандай стержен, түрлі енді адамды, қызметте адамды бір баурап алатын дүние ғой мысалға. Жаңа басшылар келген кезде, бұрынғы басшылардың креслосын алып тастайды да, жаңа кресло сатып алып келеді. Бұл біздің совет заманнан қалған дәстүр барлық басшылардың. Сосын отырып көрсем, кәдімгідей жағып барады, анадан тұрғым келмейді. Сосын креслоның буы болады екен. Мен кәдімгідей журналистігімді ұмытып, чиновник болып бара жатырмын ақырында. Қарапайым ғана орындық керек дедім, қарапайым орындық алдым. Ол кезде басқа орындық болатын, мына орындықта қарапайым орындық. Содан кейін біріншіден сен өзің журналист екеніңді ұмытып кетпейсің, біріншіден, иә. Екіншіден жұмсақ орындық ол адамды жалқау жібереді. Бұл журналист Бейсеннің кәсібіне деген адалдығы болатын. Оның бір жақсы мақсаты бар, сөйтіп шапқылап жүргенде сапалы қазақ деген концепция бар еді тұжырым. Қазақтың білімді болғанына күш салу. Сондықтан ол қан араласпаса, талантты жастарды бір-бірімен сапырылыстырмаса, ондайға қол жеткізу мүмкін емес. Бейсекең осындайға қабілетті еді. Санасы сергек, ойы озық, рухы биік Бейсен елдің ертеңіне алаңдады. Жастарға жол көрсетіп, кәсіпке баулайтын сапалы қазақ концепциясын қолға алды.
Мен енді бұдан кейінгі өмірімді болды, енді мен өзіме пайдаланбаймын. Атаққа тойғам, мен шетелді аралап болғам, мен шетелге көшу, тұру деген нәрсе маған қызық емес. Қазақтың жаңа буынын, жаңа белеске, жаңа деңгейге, жаңа сапаға көтергім келеді. Сондықтан мен біраз уақыттан кейін мен бұл істі қолға аламын. Ол сапалы қазақтың санын туған жерінде көбейтуді бастап кетті. Яғни түрлі салада жетістікке жеткен жастарды шақырып, Талдықорғанда интеллектуал орта қалыптастыруға барын салды. Талдықорғанға келген адам кімді іздеп келеді, кім бар деп келеді. Бұл жерде не бар деп келмейді, бірінші кім бар деп келеді. Сондықтан осы жерге тұлғаларды жинауымыз керек дегендей өзінің бір программасы болды. Сол программаға біз де ілігіп кеттік қой. Аздап үйісіп келе жатқан кезде біздің серкеміз дейміз ба, басшымыз Бейсен ағамыз бәрін бізге тастады, кетіп қалды. Енді біз Бейсен аға кетті екен деп бір тағы да жан-жаққа тарап кетсек, сол тарауды мысалға сенген адамы мен өзім бастасам, бұл бір өзімді бір кінәлі сезінетін сияқтымын. Сондықтан осы жерде бір мен Талдықорғанда ұстап тұрған бір дүние болса, сол осы ма деп ойлаймын. Бейсен Құранбек 2007 жылдан бастап өңірдегі Жетісу телеарнасына басшылық қылып, арнаның мазмұндық сапасын жақсартуға зор үлес қосты. Облыста журналистер үйі ғимаратының салынуына тікелей ықпал етіп, осы істің басы қасында жүрді. Дәл осы отырған жердің барлығын жасап, жаңадан ұйымдастырып жатқан кезде келіп әрбір нәрсеге қуанып кететін ғой. Мынау мысалға айту оңайдан еш кемі жоқ, Қазмедиадан кемі жоқ, керемет жер деп. Өзінің жетісуын сүйіп мақтанып өтті ғой. Ұлттық телеарнада айтуға оңай. Бейсен Құранбек 2013 жылы Қазақстан ұлттық арнасында жаңадан ашылған айтуға оңай ток-шоуына жүргізуші болып, бір ауыздан бағдарлама жүргізушілігіне бекітілді. 90%. Бірінші хабарларын жүргізіп берейін. Егер көңілдеріңізден шынымен шығып жатса, ол кезде құба-құп. Ал егер мен шынымен дұрыс жүргізе алмасам, ол кезде ешқандай реніш жоқ әлеке. Ең бастысы, осы қолға алған хабарларын дұрыс хабар болып шығу керек деді. Сол дегеннен бір жанашырлық болды да ол кісіде. Журналист Бейсен Құранбекті халыққа етене жақын еткенде осы айтуға оңай болатын. Ұжым болып ақылдаса келе, жүргізушінің экрандағы образын жасады. Шашын жұқалап алған, жейдесінің жеңін түрген жігіт ағасын көрермен ыстық ықыласпен қабылдады. Басшылары жаңа айтып отырған, сізге 4 бөлмелі немесе 5 бөлмелі үй берсе, пәтер берсе, мына 4 құлыншағыңызды қайтарып аласыз ба қолыңызға? Бейсен ағаның өзі де талай жақсылық жасады, бірақ оны эфирде мүлдем айтқызбайтын. Басқа біреу жасаса, оны айтады, міндетті түрде айтқызады. Басқа адамның жақсылығын, мысалы, кәсіпкерлер бізде көмектесетін, оны міндетті түрде айтатын. Өзі кейде сондай жағдайлар болды. Бір жетім балаға оқуына ақша жетпей қалды. Сол кезде Бейсен аға жетпей тұрған ақшасын өзінің қалтасынан шығарып бере салады. Бірнеше рет сондай жағдай болды ол кісі, бірақ мүлдем айтқызбайтын. Ол ағаның қасында отырған кезде таныс емес нөмірлер звондаса, міндетті түрде көтереді, маған береді, мен редакторға берейін деп, міндетті түрде сөйлеседі. Мен айтамын, аға сөйлеспей ақ қойсаңызшы, ақыры редакцияға звондайды. Оған неге уақытыңызды құртып, өзіңіз басқа нәрсе ойлап отырғанды сөйлесесіз десем, оның ар жағында қанша тағдырлар тұр ғой, қалай көтермеймін деп үнемі сөйтіп айтады. Бір адамға болса да пайдамызды тигізейікші деген. Кейінгі кездері бір адамға болса да қосымша ой салайықшы, жол көрсетейікші дегенде бір ойлар пайда болды. Бұндай хабарларын жасау бізге, маған, ұжымға өте ауыр. Біз осындай хабарлардан кейін еңсемізді көтере алмай сенделіп жүретін кездер болады. Бірақ кейде айтамыз, біз араласпасақ, біз істемесек, мына тағдыр не болады деп ойлаймыз. Кез келген хабардың өлшемі көрерменнің ықыласы. Бірақ телетілде рейтинг деген ұғым бар. Бағдарламаның рейтингі неғұрлым жақсы болса, соғұрлым өміршең болады. Бірақ Бейсен Құранбек ұжымға басқаша талап қойды. Егер біз бағдарламаны күшті қылып жасайтын болсақ, бағдарламада біреуге көмектесетін болсақ, жаңағындай біреуді бір қиын жағдайдан алып шығатын болсақ, рейтинг бізді өзі қуып жетеді бізді. Сондықтан мейлінше рейтинг қуаламай адамдыққа, ең бастысы сол адамдық тұрғысынан жұмыс жасауға бізді соған үйретті аға.
Оның журналистік этикасы, ішкі мәдениеті, кез келген жанмен еркін сөйлесуі бағдарламаға өзгеше реңк берді. Сіз бағдарламаның ең алғашқы кейіпкері болдыңыз, солай ғой? Иә, солай. Сіз бір эмоцияны да білдірген жоқсыз сол кезде. Сосын елдің бәрі ойлады, бұл арнайы жасап қойған екен ғой, дайындап қойған екен ғой деп. Қазір енді тосын сыйға сенетін болдық, содан кейін тосын сыйды күтетін де болдық. Бірінші бағдарламада таныстығымыздан кейін менің қызым тілі енді шығып келатқан Бейсен марқұмды жақсы аға деп атап кетті. Уақыттың тығыздығына қарамастан үнемі жаңағындай уақыт тауып кез келген мерекеде, жаңа жыл болсын, наурыз болсын, мерекелерде міндетті түрде құттықтап, сондай өзінің жақсы лебізін білдіріп отыратын. Мектепке баратын кезде де ол үлкен, баланың мектепке баруы үлкен қадам. Бұл студияға келген кейіпкерлер Бейсен Құранбекке арқа сүйейтін. Бар мәселесін тек Бейсен Құранбек шешіп берердей ағынан жарылатын. Талай мәселе осы жерде шешіліп те жатты. Ол енді жылама, сені ешқандай балалар үйіне өткізбейді. Алтын ағаларың бар, ақылды да, аяулы сені жақсы көретін жеңгең бар, ел бар, жұрт бар, жарай ма? Алдымен айтуға оңай, кейін қарекет болған бағдарлама 8 жылға жуық эфирге шықты. Әр бағдарлама сүрінгенді сүйеді, құлағанды тұрғызды, жылағанды жұбатты, мұңайғанды қуантты. Жетімді жебеді, адасқанды табыстырды. Өткінші жаңбыр секілді өкпе реніште өтеді. 5 жылда 1000-ға жуық хабар шығарыпты. 1000-ға жуық хабар дегеніміз, ол әр хабарға бірнеше кейіпкер қатысады, әрбіреу өзімен арқалап келген жаңағы проблемалары бар, қиындықтары бар, шешілмеген мәселелері бар. Бейсен соның барлығына да бірде-біреуіне бейжай қалған жоқ. Әрбір қиындықты, әрбір өзінің келген кейіпкерінің проблемасын өзіндікіндей жүрегіне өте жақын қабылдады. Біз артынан айтысып жатырмыз, мүмкін Бейсеннің өмірден ерте озғанның себебінің бірі осы да болуы мүмкін деп. Бір өкініштісі, мына кішкентай қыздарым осы аналарының тағдырын тағда қайталай ма деп қорқасың. Көп жағдайда және қайталайды. Айтуға оңаймен қарекет бағдарламасы, Жетісу арнасындағы басшылық қызметі Бейсен Құранбектің атқарған шаш етек шаруасының бір парасы ғана. Танылмай жүрген таланттарды елге танытты. Қазаққа қажет деген кітаптарды шығаруға атсалысты. Жастарға ауадай қажет деп аудан аралап түрлі тренинг өткізді. Ауылындағы мектебінде де шахматтан, абай оқуларынан сайыстар өткізіп, игі істерге бастамашы болды. Нарынқол жаққа барсаң, Мұқағали Мұқатаевтың өлеңдерін жатқа біледі екен балалар. Семей жаққа барсаң, абай өлеңдерін жатқа оқиды екен. Сол абай өлеңдерін біздің артымыздағы балалар біздің соны жатқа айтпайды деп. Сол мақсаттан келіп өткізді. 11-ші сыныптардың тестке дайындығына қатты көмек көрсетті. Психологын ертіп келді. Дайындықтарын қадағалап жерде Талдықорғанның жүгігінен көп профессорлар да келіп жерге оқушылардың бәрін, біраз профессорлар оқушылардың бәрін жеке дайындаттырды. Көмегі. Кітаптары бар, компьютері бар әкелген сол кездегі. Енді көп нәрселерін осы өмірден өткенсін біліп жатырмыз ғой қаршынге. Отырыстарымызға келеді. Осындай мен осындаймын, мен мынандаймын деп. Ондай тек бір сөзін естіп көрмек деген. Мына көп нәрселерін өлгеннен кейін білдік қой. Ана көмектескендері, халықтың адам екенін, енді ауылға көп көңіл бөлді. Бір бүйрегі ауылға бөлініп тұратын өзі. Ол әр қазақтың сапалы болғанын қалады. Эфирде де, эфирден тыс та көмек сұраған жанның жоғын бір кездеді. Папасы жоқ дейді. Оқуға түскен екен дейді әбеке. Соны сен киіндіруің керек дейді. Аяқтан бастап жоғарыға дейін күзге, жазда киетін бүкіл несін киіндіріп берді. Өз қалтасы. Біздің хабарлар кейбір жақсы журналист, өз жақсы көретін талантты журналистер болды. Немесе талантты әншілер болды, немесе кейбір кейіпкерлер келіп. Жағдайы жоқ негізі. Үлкен кісілер білді. Соның бәріне шапан жауып өзінің новый костюм кигізіп жібереді. Қол ашықтығы сондай.
Ол алдымен өзіне атаңның емес, адамның баласы бол деді. Жұмыс кабинетінде ілініп тұрған 7 атасы соған дәлел. 7 ата дегенде өз аталары емес, өзінің рухани ұстаздарының қанатты сөздері. Осылайша ол айналасындағы жастарға тәлім берді. Кабинетке келіп қоятын мындай 4 сұрақтан тұрады. Бүгін не үйрендім, не істедім, не кедергі болды, ертеңге жоспарым. Соны күнделікті біз есеп ретінде жіберіп отырамыз, өзіміздің чатымыз бар. Күнделікті өзі жіберіп отырады бізге, өзінің бітірген шаруаларын, сосын бізге не кедергі болды, не көмек керек, соның бәріне өзі звондап көмектесіп, мынандай деп жазыпсың, мына адамға хабарлас деп сөйтіп бағыт бағдар беріп отырады. Бейсен Құранбек әр ісін формулаға сала білді. Сол формула нәтижеге тез жетуге мүмкіндік берді. Ол кісінің жұмыс үстелі арнайы тапсырыспен жасалған. Сонда бірінші сұрақ белгі тұрады. Екінші 1 деген сан тұрады. Үшіншісінде доллардың белгісі. Сіз бір жағдай, бір проектін алып кірдіңіз Бейсен ағамен ақылдасуға. Бірінші сұрақ белгісі не істеуіміз керек? Бұл не деген? Жаңағы проект не деген сұраққа жауап іздейді. Екінші, бірінші қадам не болу керек? 1 деген сол. Үшіншісі доллар, бұның пайдасы қандай, нәтижесі қандай? Оның өмірлік формуласының бірі үйінде ілініп тұрған осы ағаш сияқты көрінді. Тамырың қайда, өзегің кім, қайда бойлап өстің. Осылайша қазақтың саялы бәйтерегіне айналып келе жатқанда сол бәйтерек мұрт сынды. Әлеуметтік желіге жеңіл желпі сырқаттандым деп жазғаны болмаса, қалың көпшілік журналист өмірінің аласапыран кезін білмей де қалды. Бізде Бейсен аға жазылмайды деген ой болған жоқ. Құдай әділетті ғой деп мен өзіме сөйтіп айтатын. Бейсен аға қанша адамға жақсылық жасады, ол неге өмір сүрмеу керек? Әлі ол кісінің бұл өмірдегі миссиясы біткен жоқ. Әлі қанша адамға көмектесу керек, әлі қанша қазаққа Бейсен ағаның шапағат тиеді. Өзінің балаларының әлі қызығын көру керек деп сөйтетінмін да, аға кетіп қалады деген ой мүлде болған жоқ. Себебі ол кісі осы студияда да қанша жаңағы қатерлі дерттен айыққан адамдармен сұхбаттасты ғой. Өздері жазған адамдармен сұхбаттасты. Бірақ ағаға соны дер кезінде сіз барып емделіңіз деп айта алмадық. Шетелге бару керек деп біз ертерек сөйтіп айта алмадық. Себебі Бейсен аға көрсеткісі келген жоқ ауырып жатқанын. Санаулы адамдар ғана көрдік сол кезде. Қатты ауырғанда мен көмектесейін, Германияға анализдарын жібердік. Сол жерге жіберейік па деп. Если бы хоть какой-то шанс был, они бы сказали, везите его. Түсіндім, что уже. Ана неден өтіп кетті. Точка невозврата дейді ғой. Жеңіл желпі деп ойлаған жаман ауру азаматты алып тынды. Жанып тұрған шырақ өшті. Өз жарығымен көңіл қараңғысын сәулелендірген, өз отымен өзгенің жанын жылытқан, адамдарды жақсы көруге, адамдардан тек жақсылық іздеуге шақыратын ғазиз жүрек тоқтады. Бір жыл өтсе де Бейсенді еске алу, Бейсен туралы өткен шақта сөйлеу, өзінің сөзімен айтсақ, айтуға ғана оңай. Негізі мен Бейсенді 20 жылдай таныдым. Ерекше адамгершілік, ерекше мейірімділік, ерекше шынайылық. Сонымен қоса Бейсеннің бойында батылдық, үлкен бір жігер болды, мінез болды. Шешем деген проблеманы шешетін соңына, берген уәдесін орындайтын. Бейсеннің осы қасиеттеріне көп адамдар қызығатын. Аға қасқайып өмірге келді де, сол өлімді де қасқайып қарсы алып, тау тұлғасын жоғалтпаған күйі өмірден кете барды ғой. Мыңдаған адамға қол ұшын беріп, көмектесіп жүрген Бейсекен мынандай күйге түсіп қалды дегенді ешкімге көрсеткісі де, айтқысы да келмеді. Сол басын тік ұстаған қалпы өмірден өтті. Бұның бәрі өмір ғой деймін. Біреу ерте кетеді, біреу кеш кетеді. Бірақ Бейсеннің әлі жүре тұрып, әлі біраз халқына, еліне қызмет ететін азамат еді. Әттең деп қалдық, әттең. Бұл Құдайдың сүйген құлдары дейді.
ақ жүрек момындардың көңіліне желінеді деген. Сен оның боласың дейді, сол ақ жүрек момындардың көңілінен іздесең табасың дейді. Бұл бейсен бұқара халықтың, жаппай қара халықтың момын ақ жүрек адамдардың көңіліне жерленген. Меніңше сол бір өзі санаулы қазақтың біреуі. Енді былай ойлап тұрсаң, біз бала біздікі деп өстік, біздікі деп ойладық, бірақ біз соның халықтың баласы екенін, ол жалғыз бізге емес, бүкіл халыққа керек екенін ойламапсық. Жалғыз мен емес қазір оны, мүмкін бүкіл халқы жоқ дейді. Өмір сапар, бірақ қайран сапардың қай жерден үзілетінін ешкім білмейді. Егер ертерек білгенде адамзат жалт-жұлт еткен дидар ғайып бұл дүниенің жоғын түгендемес еді. Артына ізгі істерім көбірек қалсын дермеді. Ал Бейсен Құранбек өмір сапарының шұғыл аяқталатынын сезген сияқты. Он занимался медитацией. Я вот меня спрашивал, говорю, а что он тебе помогает? Он говорит, ну, помогает успокоить нервы, когда там накал большой, как-то прийти в себя, мысли собрать. И я говорю, а как это все происходит? Он говорит, я представляю, что меня нет. Что все, я либо умер, там, либо меня вообще не существует. И говорит, я вот в своей голове прокручиваю мир, каким бы он был без меня. Жыл өтті. Тіршілік иесі 366 таңын қарсы алды. Қазақтың досы қазақ деп қамшылайтын, қиюы келмеген істі формулаға салып шешімін таба қоятын. Жылылығы мен ұлылығы, кісілігі мен кішілігі үйлесім тапқан қанша Құранбек Бейсен керек екен қазаққа. Қуаныштан күліп, ойым бір шалқып, билемек. Кеттім мен сосын күнәсіз арман сүйрелеп, қара шашты балақым болып тұр екем, қабырғадағы айнаны көрсем үйге кеп.